Қайырлы күн, мен сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай сковородкадағы торт жасаймыз. Ендеше кеттік. Ең алдымен 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне қантымызды қосып, миксермен әппақ болғанша араластырып аламыз. Мінекей достар, осындай әппақ көбік болғанша араластырып алдым. Бұндай нәтижеге жету үшін 5-7 минуттай араластырасыздар. Енді оның үстіне сүтімізді және де сұйық майымызды қосамыз да. Тағы да кішкене араластырамыз. Мінекей араластырып алдым. Енді оның үстіне тұз бен соданы қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып отырып, коржымыздың массасын дайындап аламыз. Мінекей, сонымен біздің коржымыздың массасы дайын. Енді пісіруге кірісеміз. Табанның астын кішкене ғана майладым. 2 ожау массамызды құямыз да жақсылап орналастырамыз табамызға. Ақырын отта бетіне көбік шыққанша пісіреміз. Мінекей мына жақтары уже көбіктене бастады. Енді екінші бетіне аударамыз. Дәл осылай бүкіл коржықтан пісіріп аламыз. Мінекей достар, коржықтың бәрін пісіріп алдым. Менде 5 коржық шықты. Үстіп пісіріп, жан-жақтарын кесіп алдым. Диаметрі 18 см. Енді кремін жасаймыз. Сливкаға қант қосамыз да. Кішкене көпіртіп аламыз. Сәл көпіртіп алғаннан кейін тағы да қант қосып араластырамыз. Оның үстіне творожный сыр қосамыз. Сіздер кез келген крем жасай берсеңіздер болады, өте дәмді шығады. Тағы да араластырамыз. Мінекей достар, мен кремімді жасап алдым. Крем әдемілеп қоюлану үшін сіздер оны 15-20 минуттай араластыруларыңыз керек, әйтпесе қоюланбайды. Енді тортымызды жинаймыз. Крем жақсылап сіңу үшін мен коржды кішкене вилкамен тесіп жіберем. Енді үстіне кремді жағамыз. Мінекей мен тортты жинап алдым. Енді бетіне декорация жасаймыз. Кім өзінің фантазиясы бойынша жасайды. Мен фантазиямды қазір көресіздер. Сонымен достар, біздің торт дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ешкім оны сковородта жасады деп айтпайды, өте дәмді шығады. Жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ендеше рецепт ұнаса, лайк басып, мені арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас дәмді болсын, сау болыңыздар.